Құрметті жамағат, бүгінгі жұма күнгі уағызымыздың тақырыбы бұл адамгершілік жайында. Яғни адамгершілік имандылықтың айнасы екендігі жайында, мейірімділік жайында кеңінен түсіндіретін боламыз. Жалпы адам баласының адамдығы, жақсы жамандығы, оның Аллаға деген байланысымен қоса айналасындағы адаммен, қоғаммен, тума-туыс, ағайын, дос-жаран, жұмыстас, көрші деген сияқты. Сол және өзінің отбасымен, әйелі, бала-шағасы, солармен болатын қарым-қатынаспен өлшенеді екен. Яғни бір адамның мынау дұрыс адам, немесе дұрыс емес адам, өтірікші, алаяқ деуі мүмкін, немесе жақсы, уәдесінде тұрады деуі мүмкін. Осындай қасиеттерді қалай ажыратуға болады деген кезде, бұл адамның Алламен болған байланысынан бөлек осы қоғаммен болған байланыс арқылы есептеледі екен. Яғни Алламен болған байланыс деп атқанымыз, құрметті жамағат, бұл біздің мұсылман ретінде, әлемдердің Раббысы, 18 мың ғаламды жаратқан Алланың құлы ретінде оның әмірін орындап, тыйымынан барынша тыйылуымыз Алламен болған байланыс. Міне бұл байланысты мұсылман адам өз үшін жасайды. Алла тағала құлдарының ғибадатына, намаз оқығанына, ораза ұстап зекет бергеніне, садақа бергеніне Алла ешқандай да мұқтаж емес. Біз мұқтажбыз. Бұл өзіміздің құлдық міндетіміз. Енді осы байланыстың, яғни сол Алламен болған байланыстың жақсы екендігі, Құдаймен дұрыс байланыста екендігін өлшейтін негізгі құрал ол қоғаммен байланыс екен. Жаңағы айтқан екі түрлі байланысты айтып отырмыз ғой. Бір адамды жақсы жаман деп айтады. Ол намаз оқыды, ораза ұстады, болды, ол әулие деген сөз емес. Бұның бәрі Алламен болатын жеке ғибадат. Бірақ намаз оқып, ораза ұстап, зекет беріп, туысқанымен дұрыс байланыс жасамаса, көршімен дұрыс байланыс жасамаса, уәдесінде тұрмаса, әйел бала-шағасының ақысын бермейтін болса, алаяқ болатын болса, бұның Алламен болған байланыс қанша жасай берсін, оның әлсіз екендігін, шынайы болмай қалу қаупі бар екендігіне осы нәрсе дәлел екен. Адамгершілік. Кімнің Құдаймен болған байланысы дұрыс болатын болса, атқарып жүрген ғибадатының Аллаға шынайы екендігінің белгісі, ол өзінің отбасында да көріну керек, өзінің туысқанмен болған байланысында да, көршімен, ағайынмен, барлық өзінің айналасында, ортасында көрінуі тиіс екен. Міне сондықтан да бұны не дейді? Адамгершілік деп айтады. Бұны Ыбырай Алтынсарин атамыз жақсы мінез бен ақыл күш біріксе, жақсы мінез және ақыл күші біріксе, бұл адамгершілік қасиет деп түсіндірген екен. Имандылық жүректе орныққан сенімнің Аллаға деген ықылас пен жауапкершіліктің белгісі. Иман еткен адам бұл Аллаға деген ықыласы және оның әмірін, тыйымдарын атқарудағы байланысының несеген көрінісі болып саналады, яғни жауапкершілікпен қарау. Себебі жүректе иман орнықса, ол адамның сөзіне де әсер етеді, ісіне де әсер етеді, мінезіне де әсер етеді екен. Сондықтан адамгершілік имандылықтың сыртқы көрінісі ретінде қарауға болады. Яғни осы айтып жатқан бір ауыз сөз қазақтағы адамгершілігі мол екен деп айтуы, бұл сол адамның шынайы ықыластылығының, имандылығының несі екен, айнасы екен көрсетеді. Дініміз ислам адам баласын көркем мінезбен тәрбиеленуді, кең пейілді болуды, әділ, адал болуды және мейірімді, кешірімшіл болуға тәрбиелейді. Мұсылман адамның шынайы келбеті оның адамдармен жасайтын қарым-қатынасында таразыға салынып өлшенеді. Яғни жоғарыда айтқанымыз сияқты, бұл адамгершілік деген нәрсе қазақтың сөзіндегі барлығы сол адамның Алламен болған байланысы, имандылығы, тақуалығы, соны көрсететін бір некен өлшеуіш сияқты екен. Бір ауыз сөзбен айтады.
Алла тағала қасиетті Құран кәрімде Рахманның құлдары деп былай сипаттайды. Астағфирулла. Фурқан сүресі 60 аят. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ибадур рахманиллазина ямшуна алал арди хауnan ва иза хатабахумул жахилуна қалу салама. Рахманның шынайы құлдары жер бетінде сыпайылықтың шегінен аспайтын жандар. Оларға жөн білмес надандар тіл қатса, оларға аман болыңдар деп жауап беріп өз жөніне кете береді. Міне бұл аяттан түсінетініміз шынайы. Бұны Алла тағала осы аят арқылы ибадур рахман, Рахманның құлдары деп сипаттап тұрған адамның бір мінезі не екен? Бұл көп адамда не біз ашуға беріліп қаламыз. Әлсіз біз сабырға ұстай алмай қаламыз. Әптен ашуланып, үйіңді қиратып алып, соңынан сабыр еттім дейтін болсаң, ол сабыр емес ол. Ол уже болды, солай шешілді. Сабырлық ұстай алмадың. Сабырлықты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ас-сабру инда садматил ула. Бірінші соққыда дейді. Бірінші соққыда сабыр деген. Одан кейінгісі сабыр емес. Бірінші соққыда деген сөз, ол сол ситуацияның барысында өзіңді ұстау. Міне соны сабыр дейді. Енді бұл жерде де Алла тағала Айбадур Рахман, Рахманның құлдары деп сипаттап тұрған құлының бір сипаты не екен? Оған бір жахил келіп сөз айтса дейді. Аяттың мағынасы осындай. Жахил біреу келіп, не істейді? Сөзбен тиіседі. Оған не істейді екен? Жауап ретінде аман жүр дейді, не істейді? Өз жолына кетеді дейді. Бірақ біз көп жағдайда не істейміз? Ол нәрсеге бара албаймыз. Сондықтан Алла тағала Айбадур Рахман деп тұр. Екінің бірінің қолынан келе бермейді. Біз көп жағдайда қорқақ болып қалдым ба, басымнан сөз асып кетті ма деген сияқты нәпсілік, жаңағы тәкаппарлықпен өзімізді ұстай алмай қаламыз. Бірақ өзін ұстайтын болса, осы аяттағы құлдардың қатарында болады екен. Бұл да не екен? Адамгершілік, имандылықтың шынайы көрінісі, тақуалықтың незеген көрінісі екен. Қанша күшің көп болса да, спортсмен болсаң да, біреу келіп саған орынсыз сөз айтатын болса, онымен төбелесіп қырылмай жай ғана не дейді? Жолына кете берсе аман жүрді. Бұл да не екен? Алланың сипаттаған бір мінез құл қойген. Бұны тәпсірлеген имам Құшайри былай дейді. Олар жер бетінде бұзақылық пен күнә жасау үшін жүрмейді. Жер бетінде күнә жасау үшін, бұзақылық үшін жүрмейді дейді. Керісінше Аллаға бойсыну жолында және рұқсат етілген істерге ғана уақыттарын арнап, бос әурешілік пен орынсыз нәрсеге уақыттарын құртпайтын тақуа құлдарды сипаттады деп айтады. Яғни бұл сипат шынайы мүминнің, Құранда Алла мақтаған адамның сипат екен. Бұл да адамгершіліктің несі екен, белгісі екен, құрметті жамағат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде былай дейді: «Әл-муслиму ахул муслими ла язлумуху ва ла яслимуху, ва ман кана фи хаджати ахихи кана Аллаху фи хаджатихи». Мұсылман мұсылманның бауыры, ол оған зұлымдық жасамайды, әрі оны жәрдемсіз басына қиындық түскенде қалдырмайды. Кімде-кім бауырының қажеттілігін өтейтін болса, Алла да оның қажетін өтейді дейді. Кім бір мұсылманның бір қиыншылығын жеңілдетсе, Алла қиямет күніндегі оның қиыншылығынан бірін жеңілдетеді. Ал кім бір мұсылманның айыбын жасырса, Алла оның қияметте күнәләрін жасырады дейді. Бұл Сахих Бұхариде келген хадис. Яғни бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамгершіліктің маңыздылығы, мұсылманның бойындағы сипатты пайғамбарымыз Расулалла саллаллаху алейхи ва саллям істеп жатыр, баяндап жатыр. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты деген кезде, ол нәрсені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның аузынан шыққан сөз екендігін елестетуіміз керек. Пайғамбарымыз өйстіп айтқан, жоқ, мен оны естімедім, бірдеңе деп өзіңнің надандығыңмен бар хадисті жоққа шығарып жіберуге болмайды. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты деген кезде, мұсылманның жүрегінде пайғамбарға деген махаббат болу керек. Неге? Себебі біз қазір мысал үшін президенттің сөзін жазып қоямыз. Мемлекеттік кездесулерде президент осылай бастама бастады деп айтқан кезде тыңдаушы не істейді? Құлақ тұрып тыңдайды оны.
әкімді тыңдамауы мүмкін, бірақ президент айтты десе не істейді? Тыңдайды. Сол сияқты уағызға, мешітке келген уақытта Алланың кәламы айтылғанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты деген кезде жаңа телефон шұқыламай, бір-бірімен әңгіме айтпай, сол уағызды тыңдап түсінуге тырысу керек. Пайғамбар айтты деген кезде жүрегінде оған деген махаббат болып салауат айтылу керек. Енді осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұсылманның болмысын бізге баяндап беріп отыр Сахих Бұхарида. Мұсылман мұсылманның бауыры дейді. Мұсылман мұсылманның бауыры деген сөз, мән кімде-кім ла иляха иллаллах Мұхаммад расулаллах деп сенсе, иман етсе, ол біздің бауырымыз. Ол вахабис бола ма, сопы бола ма, болмаса таблиғ бола ма, басқа бола ма, ол өзінің сеніміне өзі жауап береді. Біз ғылыми түрде өзіміздің дәлелімізді ұсынамыз Құран хадистен. Ешбір жамағат, ешбір ағым Құран хадисі сөз сөйлемейді, осыны біліп алыңыздар. Тек қана Құран хадиспен жүретін уахабистер екен деген түсінік жоқ. Барлық жамағат өзінің дәлелін Құран хадистен алады. Оны дұрыс түсіну керек. Менің айтқым келіп отқан нәрсе, құрметті жамағат, біз мұсылманбыз. Алла, мен мұсылманмын деген сөз бізді біріктірмесе, қашан бірігеді мұсылмандар? Ғылыми талас тартысты ғалымдарға қалдыр, білімді ұстаздарға қалдыр. Сұрағың бар ма? Кел, талас, диспутқа шық. Бірақ мұсылманшылығыңды сақтауың керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осыны айтып отыр. Мұсылман мұсылманның бауыры деп отыр. Уахаби уахабидің бауыры, сопы сопының бауыры деп отқан жоқ. Мұсылман мұсылманның бауыры. Бір мешітке келген соң жек көрмей бір-біріңе бір бауырмашылығыңды білдіруің керек. Шақырған жиынына баруың керек, асына баруың керек, тойына баруың керек. Белгілі бір шарттар бар ғой ол жерде. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтып отқаны, құрметті жамағат, ешбір жамағатты сипаттап айтып отқан жоқ. Мұсылман мұсылманның бауыры деді, болды. Біз осы нәрсеге, сенімге, түсінікке тоғысатын болсақ, мұсылманның күші бір болады. Мұсылман әлсіреп кетуінің себебі де осы. Неше түрлі топтар, неше түрлі жамағаттар, әрқайсысы өзінің фирқатын нәжия сезінеді, өлмей жатып. Өлген соң белгілі болады кім фирқатын нәжия, жеңіске жеткен, тура жолда болған. Ол да ла иляха иллаллах Мұхаммад расулаллахмен жан тапсырумен болады. Біз еліміздің ішінде осы нені тұтастықты сақтауымыз керек екен. Міне сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, мұсылман мұсылманның бауыры дейді. Ол оған зұлымдық жасамайды дейді. Жаман нәрсе ойламау керек, зұлымдық жасамау керек әдейі. Және оның жәрдемсіз қалдырмайды. Ауырып қалуы мүмкін, қарызданып қалуы мүмкін, аварияға түсіп қалуы мүмкін, басқа да жағдай, түрлі өмірдің сынағы болуы мүмкін, жәрдемсіз қалдырмайды дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Пәленше қайда ауырып қалды, көмектесейік, зиярат етейік, дұғамызға қосайық, қолымыздан келген көмегімізді не істейік, қол үшін берейік. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисіне жалғастырып отыр, кім бауырының қажетін өтеуге күш салса, Алла оның қажетін өтейді. Кім бір мұсылман бауырының бір мұқтаждығын кетірсе, Алла оның қияметтегі бір мұқтаждығын кетіреді дейді. Қараңыз. Бұл жерде мұсылман деген, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Сахих Бұхарида айтып отқан мұсылман деген сөзді біз өзіміздің түсінігімізбен белгілі бір жамағатқа бүйтіп қысып қоюдың қажеті жоқ. Бәрі мұсылман, Аллаға сенгендердің, калима-и шахадатты айтқан, иманға келгеннің бәрі мұсылман. Соған жәрдемді бірдей беру керек. Және тағы бір маңызды нәрсе, бұл да қоғамда өте көп жайылған нәрсе. Кім бір мұсылманның айыбын жасырса, Алла оның қияметтегі күнәсін, айыбын жасырады дейді. Қазір телефон бар, біреудің айыбы ашылып отса, соны түсіріп алып жариялауға тырысады. Бірінші болып өсектейін осыны деп. Қараңыз, шынында да солай. Біреудің қателігі бар, көрініп тұр. Сен оған өзің түсіндіріп айтасың. Болмаса, көрмегендей өтіп кетті. Не болады? Қателік жасап қойды. Білмегендей, сезбегендей қалдырш, соның нәтижесін Алла саған көрсетеді. Жүрегіңде егер сондай болса. Бізде қазір жаңағы жамағаттық немен, түсінікпенен неше түрлі. Анау ананың, мынау мынаның деген сияқты не істейді, өсектеп артынан айыбын ашып жүреді. Өзінің туғанын, тумасын, өзінің туған бауырын, туысқандарының алдында айыбын ашып жүреді. Сондықтан құрметті жамағат, бұл айыпты жасыру да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келген сияқты хадисінде, сахих хадисте, Бұхариде келді бұл хадис. Мұсылманның несі екен?
бір керемет бойындағы қасиеті адамгершілік белгісі екен, иманның белгісі. Сондықтан айыпты да жасыра білуіміз керек. Себебі адам баласы қателікке жол береді, тәубе етуі мүмкін, қайта ол нәрсені жасамауы мүмкін, бірақ не істемеу керек, оның айыбын ашқан сайын Алла тағала сіздің де айыбыңызды ашатын болады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір оқиғаны келтірейік. Мына Мекке, Мәдинада Меккені фатх еткен кезде мұсылман қаласы қылады, жаңа мүшриктерден жеңіп 10 000 әскермен келеді. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол Меккеге орналасып, тәртібін бәрін орналастырып, сахабалармен отқан уақытта алыстан бір мүсәпір қарт әйел кісі көрінеді. Сол мүсәпір қарт әйел кісіні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алыстан қарап отырып, орнынан тұрады. Орнынан тұрып, жүгіріп барып, амандасып, қолынан бетінен сүйеді жаңағы қартайып қалған кісінің. Сөйтіп алып келіп, үстіндегі шапанын жерге төсеп отырғызады. Отырғызып қойып, айт анашым, мен саған қандай қызмет жасайын, сені тыңдап отырмын, айта ғой анашым деп айтады. Сонда сахабалар таңғалады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның анасы қайтыс болып кеткен еді ғой. Бұл кісі кім деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, бұл менің Халима анам дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам істеген сүт анасы. Менің Халима анам, бұл кісіні қаншама жылдан бері енді көріп отырмын, жаңағы қызметін жасап, оған не істейді, құрметін көрсетеді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл оқиғадан түсінетініміз, өзінің жақындарына деген құрметі, оның жасаған қызметін көрсетеді. Енді адамгершіліктің тағы бір көрінісі бұл мейірім деген сипат. Мейірім, рахымдылық, мейірімділік таныту деген. Енді кімнің жүрегінде мейірімділік болмайтын болса, ол жан-жануарға да, ол адамға да, ол тіпті кішкентай насекомға да Алланың жүрегіне, құлдарына берген мейірімі, саған зиян тимей оны өлтіруге болмайды. Сондай бір мейірімнің көрінісі болмайтын болса, ол не? Жүректің қатаюының белгісі екен. Ал енді мейірімділікті арттыратын ең жақсы нәрсе бұл жетімдерге көмек беру екен. Жетімнің басын сипау, олардың көңілін табу, бұл адам баласының жүрегін мейірімге толтыратын бір не? Амал, көрініс болып саналады екен. Себебі Құран кәрімде Алла тағала Инсан сүресінің 8-ші аятында Астағфируллах وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا Өздері тамақты жақсы көре тұрса да, міскінге, жетімге және тұтқынға жегізеді дейді. Бұл жаңағы қайырымдылық жасау, оразада пітір садақамызды бердік, жағдайы барлар зекетін берді. Қарапайым жамағат күнделікті садақасын берді, біреуге етпен, біреуге ақшалай көмек берді. Бұның барлығы беруші адамның бірінші не істейді? Жүрегіне мейірімділікті арттырады. Өзінің халіне шүкірлік етуге, Алланың сондай жақсылық беріп қойғанына шүкірліктің бір белгісі. Және өзіңнің қолындағы дүниенің бәрі оныкі, Алланыкі екендігін сезіну, түсіну болып саналады. Мен маңдай теріммен таптым, қатты ұстап, Құдай жолына бере алмай, өзі де жемей, бала жағасына да бермей, қаншама байлар бар, дүниенің қызығын өзі де, бала жағасы да, жетім жесірлер де көре алмай кеткен. Бұл не? Сараңдық деген жаман нәрсе. Өте жүректің бір ауруы. Ал сол сараңдыққа бармайтын нәрседе керісінше амал. Енді соның ең үлкен жетімге, жағдайы жоққа көмек беру, оны бірге барып көмек беру не болады? Сіздің жүрегіңізге мейірімділікті ұялатады. Осыған байланысты бір оқиға бар, ол енді әлеуметтік желіде тарады. Бір мұсылман мемлекетінде бір бай кісі болады. Енді бай, ата-бабасынан бай болып келатқан адамда дүниеде уайым жоқ. Материальный жағдайда уайым жоқ. Ол қайдан келіп жатыр, қайда кетіп жатыр. Күніне 200 мыңға тамақ жесе де, оның мұрты бұзылмайды былай айтқан кезде. Сондай бай кісі болады. Осы қазіргі кезде алдында бір уағыз ретінде әлеуметтік желіде тарады, қазақшаға аударылып. Шалқыған бай миллиардер, оның қызығы қымбат ескі машинаны алып, жаңа машина қылып шығарып, соны сәндеп айдап жүру. Оның қызығы айтады, мен бүкіл қалаларды араладым.
бүкіл мінбеген көлікті міндім дейді. Қандай жоғарғы технологияда шығып жатқан нәрсе бар, бәрін сатып алып көрдім, бірақ оның бақыты, оның рахаты жүректе уақытша екен дейді. Қызығы кетіп қалды дейді. Сосын бір досым болды дейді, тақуа кісі. Ол маған әрдайым айтып жүретін, көмек бер, жаңағы жетімге бер көмегіңді, жесірге бер, жағдайы жоқ кісіге бер. Мен аздап беріп тұратынмын, бірақ бармайтынмын дейді. Ол кел бірге берейік, таратайық, бірге барайық соның үйіне деп айтатын еді. Содан ақыры соңында қоймай, бір жетімдердің үйіне көмек беретін болдым дейді, азынаулақ көмек. Сол жетімнің үйіне көмекке барған кезде, жаңағы досым мені қоймай, жүр бірге барып береміз, өзің көр соны, жақсылығыңды, қалай әсер ететін көр бауырымды, қоймай алып кетті дейді. Сөйтіп жаңағы жетімнің үйіне барып, жаңа жетім балдарды тойдырып, тамағын, киімін, ойыншықтарын, бүкілін жаңағы телевизоры бар ма, басқа қамтамасыз етіп береді. Сонда балалар қуанып жүр дейді, балалар. Қуанып жүріп, біреу менің аяғымнан құшақтап алды дейді. Аяғымнан құшақтап алып жібермейді дейді. Ұзақ ұстап тұрды дейді. Сосын балам жібер, мен 40-50-ге келген кісі ғой енді шалып. Мені жібер, мен жұмысым бар, басқам бар десе, жаңа бала айтады дейді. Ұзақ қарап тұрып, тағы да қарайыншы 1-2 минут деп айтады дейді. Кішкентай бала негізі тағдырдың тауқыметі ақылдың жетілуіне өте тез әсер етеді. Тағдырдың тауқыметі ақылдың, парасаттылықтың жетілуіне қатты әсер етеді. Ол жас бала болса да 5-6-дағы айтады, 1-2 минут қарап тұрайын. Сөйтіп жақсы деп қарап тұрып, соңынан сұрадым, неге болай айттың, неге маған қарағың кеп тұр? Мен де қарапайым адаммын ғой десе, жүзіңді жаттап алайын, қиямет күнінде Алланың алдында айтамын, біздің қажеттілігімізді осы кісі өтеді деп айту үшін, сенің түріңді тану үшін қарадым деп айтты дейді. Сонда болады, мен ең үлкен бақытты сол кезде сезіндім дейді. Мен үшін жай ғана бір шығын, ешқандай шығын да емес ол адам үшін. Кішігірім бір көмегім дейді, бірақ сол балдарға бақыт сыйлап жатыр дейді. Сондықтан осыдан кейін жүрегіме Алла иманымды күшейтті. Содан бері жаңағы өзінің қайырымдылық фонды бар үлкен, соны ашып, бүкіл дүниемді, байлығымды, достарымды соған тартып, жылда қайырымдылықпен айналысамын дейді. Міне сондықтан құрметті жамағат, жүректегі мейірімділікті оятатын ең үлкен амал бұл жетімдер үйіне барып көмек беру. Бір барып көру керек. Ол жақтағы балдардың жағдайын, олардың себебі ондай қиындықтағы адамның жағдайын көру арқылы өзіңдегіге шүкірлік етесің. Біз кейде деген қымбат машинаға жете алмай армандап жүреміз, үйге жете алмай армандап жүреміз, бірақ қарапайым ғана денсаулығы жоқ қанша адам бар. Ауру сырқау кісілерге көп барамыз. Шүкірлік етесің. Ең үлкен бақыт ол сенің денсаулығың. Алла тағала бір жеріңді сыздатып қоятын болса, өмірдің қызығы кетіп қалады. Жылтыраған көлікті де айдағың келмейді. Өйткені жаның рахатта емес. Сондықтан әр нәрсені Алланың саған берген нығметін оны салыстыра отырып, пікір ете отырып, қанағатшыл, шүкіршіл болуымыз керек екен құрметті жамағат. Бұл да бір не? Мұсылманның бойындағы адамгершіліктің бір көрінісі екен. Яғни құрметті жамағат, адамгершілік қазақтың салт дәстүрінде сіңген адамгершілігі мол екен деген термин сөздің ар жағында имандылығы жатыр. Оны жоғарыда кеңінен түсіндірдік. Алла тағала баршамыздың иманымыздың берік болуын нәсіп етсін. Адамгершіліктен ауытқымауымызды нәсіп етсін. Алла тағала екі дүниенің бақытына жеткен құлдарынан болуды нәсіп етсін. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر.